кеш, ханымдар мен мырзалар. Эфирде Late Night Show. Бүгін бізде қонақта танымал композитор, әнші Диана Исмаил. Қарсаңыздар. Дианочка, салем. Хайрлы күн. Какая красивая, посмотрите. Красивая, молодая, талантливая. Рахмет. Дианочка, қош келдің. Қош көрдік. Рахмет. Дианочка, салқын макси чай. Вау, маған жаңа лайм дейді. Да, мен құлпынайды жақсы Лайм көремін. мен жалбыз. Диана, сен Ой. әдемі, керемет Ой, рахмет. әндерді жазасың. Аха, мен туралы айтып жатырма десең? Иә, оны бәрі біле бермейді. Аха. Ерке Есмаханның қайда әнін сен жаздың. Париж, Лондон, Төрешпен айтқан әнді сен де жазыпсың. Иә. Қайрат Нұртас та сенің әндерін айтып жатыр. Қалай ойлайсың, бұл дарындылық па, интуиция ма, әлде аналитика ма? Үш вариант па? Жоқ, сен өзің қалай ойлайсың? Жоқ, негізі, он бар ғой, негізі көп жерде қояды сол сұрақты маған. Қалай жалпы хит жазылады, қалай әндер жазылады деп. Бірақ мен бұны сіздерге түсіндіре алмаймын. Өйткені хитті жазу үлгісін білсем, мен барлық әндерімді хит қылатын бедім. Ол бір сезім, Динара, түсінесіз ба? Ол сезім, кімге сезім? Негізі мен бүкіл әндерімді өзімнің тағдырыммен, жаңағы ішкі эмоцияларымды жаңағыдай баяндап, сол әнмен жеткіземін да. Сондықтан да бәлкім сондай бір сезім болды ма екен. Поток ашылады. Иә. Сосын былайынан келеді. Ол поток қашан ашылады? Түнде, Ол күндіз? жексенбі күні сағат 4-те дейсің. Прямо вовремя келетін. Иә, вовремя, сосын қалмау керек ол жерден. Иә. Мысалы, Мысалы сен, допустим, Инстаграмды қарап, Төрешті мысалы көріп қаласың да, ойлайсың. Так, Төрешпен фит жазайым. Так, қандай өлең. Так, сейчас Париж, Лондон. Давайте көрейік сол әнді. Мысалы, бұл әнді біріншіден ойладың ба, Төрешпен айтамын деп? Жоқ, негізі бұл ән Париж, Лондон деп. Негізі уәде қайда? Уәде қайда, иә. Уәде қайда. Негізі Париж, Лондон деп черновой атауы, яғни демо дейді біз музыканттар арасында. Оны мен негізі өзім жазып бастағанмын. Мен әке-шешеме қарадым да бір күні ше. Сөйтсем жаңағы. Енді үлкен кісілер білесіздер ғой. Той бір Маратқа тию керек еді, саған тигенің ше Құдай-ай деп бір айтып қалатындары бар ғой. Марат болғанда өткен мен студенческие времена, когда он меня ухаживал деп ше. Ностальгия болсын. Соған тие салуым керек еді деген сияқты. Сондай бір енді жақсы көріп айтылатын, сондай бір әзілді көріп қалдым да ата-анам арасында. Жалпы сондай енді отбасылар көп қой. Сөйттім да. Анда барам дегенің қайда, мұнда барам дегенің қайда. Негізі үйленбес бұрын көп жігіттер барлығын беруге дайын тұрады ғой. Уәде көп болады. Уәде көп болады. Одан кейін отбасылы болғаннан кейін кішкене уәде, кішкене бір өзгеріп, бір басқандай бір өзі ырқына келіп алады ғой. Сондықтан да сол ата-анама қарап шығарым десем болады. Және де оны өзім орындайын деген негізі. Сөйтіп студияға бардым. Жаңағы аранжировкасын жаздырту керек қой. Сөйтіп студияға бардым. Сөйтіп жаңағы аранжировкасын жаздыртып жатқан кезде Төреш келді. Төреш келді деп, қандай ән деді. Осындай аға, осындай болып жатыр, осындай ән жазып жатыр. Аға дедіңіз, иә? Аға дедім. Иә. Аға дедім. Төреш енді аға ғой. Аға ғой енді. Уже жасы келіп қалды. Енді, біздерді артынан еріп келе жатырмыз енді. Бірақ сөйтіп көріп қалды да, сөйтіп Дианнан дуэт жазсақ қалай болады деп. Өзі айтты. Өзі айтты. Сонымен жоқ болып кетті. Сол айтқаннан кейін. Мен ол кісіні 1 жыл күттім. О май гад. Иә, жаңа дуэтті. Сонымен звондаймын, уәде қайда деймін ғой. Сіз мен өлең айтам деп едіңіз ғой. Мен шығарайын енді бұл әнді.
өйткені тұр ғой бостан босқа енді шығару керек қой. Сөйтіп жазып әнді міне көріп отырғандарыңыздай Бұл бейнебаян клиптің түсірілді. сценарийін кім жазды? Бұл негізі шынайы оқиға. Иә, бұндай оқиға болған екен. Төрештің Негізі. Төреште. Жоқ, төреште емес. Кімде? Бұл жалпы бұрында енді болған дейді мыс деген бар ғой қазақта, мыс. Сол жаңағыдай шынайы оқиғаға сүйене отырып түсірілген бейнебаян, мүмкін көргендеріңіз болса, ішінде бейнебаян не туралы болғандығын. Солай түсірілген бейнебаян. Диана, ал саған уәде беретін жігіт бар ма? Мәссаған. Жеке өмірге де келіп қалдық па? Иә. Негізі уәде беретін жігіт деп былай қайғырып кетті. Уәде беретін жігіттер көп қой негізі уәде беретін. Бірақ уәдесінде тұра алатын жігіт бар ма деп сұрасаңыз, бәлкім дұрыс болар шығар. Бар ма осындай? Уәдесінде тұратын жігіт болды. Болды. Сосын қайда кетіп қалды? Бекер айттым ау деймін. Болды, иә? Негізі болды, уәдесінде тұратын жігіт болды. Бірақ қазіргі таңда жоқ уәде. Мен енді кездесер деп жүрмін ғой қазір. Айтпақшы, сенің әніңді Ерке сол студияда естіп, видимо, аранжировка. Бәрі сол студияда басталған. И менің білуімше, ол саған телефон соқты, және оған әніңді сатуға көндірді. Кім? Ерке. Ерке мені көндірді. Телефонмен. Ол жалпы қайда әні туралы айтып жатқан боларсыз. Қайда әнін мен негізі өзім жазып бастағам. Себебі мен Қазақстан дауысы деген баяда жоба болды. Мен сол жерге қатысам. Сөйтемде бір кішігірім аудиториям пайда болады енді. Мен ол кезде студентпін, бірінші курс оқимын. Инстаграм бар. Инстаграм енді дамып келе жатыр. Бір 4-5 подписчигім бар, соған мәзбін деген сияқты ғой енді. Бірінші курс оқимын. Сөйтіп жаңағыдай әндер қарап бастаймын. Сөйтіп композитор іздеп бастадым. Маған әндер жазу керек деп композитор іздеп бастадым. Бірақ ол кезде енді қаражатым болған жоқ. Жаңағы ән алуға. Сөйтімде мен бір ән жазатыным бар еді ғой деп, жаңағы қайда деген әндерім бар, жалпы басқа да әндер бар. Соның барлығын жаңағы студияға алып барам. Сөйтіп жаңағы студияда өңделіп бастайды. Сөйтіп Ерке оны естіп қалады сол студияда. Сен бұл әнді 8-ші сыныпта оқығанда жазғансың. Иә. 8-ші сынып сонда нешедесің? Жалпы қайда әні Диананың 15-16 жасар кезіндегі шығарған әні. 15 жасар, 16 жасар Диананың әні. 15 жаста, сонда, получается, сен жігіт іздедің, иә? Астанада жоқ, Алматыда жоқ, ешқайда жоқ. Негізі енді ол подростковое время дейді ғой, жасөспірімдік шақ. Бәрі жігітпен жүреді жаңағыдай. Сен енді Ұржардан шықпай, қалай сен ойладың? Астанада жоқ, Алматыда жоқ. Ол жақта да қарай бергем ғой десең. На будущее. Сөйтіп қыздар жігітпен жүреді. 8-ші класс, 9-ші класста. Бәрінде жігіт, бәрі айтатын жігіт. Сосын менде жігіт жоқ. Сосын тұрында жоқ деп, содан бәлкім пайда болған шығар. Әрине әзіл, бірақ... Бұл ән сандықта қанша жыл сонда жатты? 10 жыл көлемінде бәлкім. 10 жылдың ішінде. Енді, как грубо можно сказать. Да, 10 жыл. 10 жылдың ішінде сен сосын сандықтан алдың, шығардың, студияға бардың, студияда жаздың. Сосын Ерке келеді студияға, сәлем деп. Жоқ деген жалпы Еркенің тағдырына сол кезде келді ғой. Өзінің іштегі жаңағыдай айтқысы келетін хикая дейді ғой жалпы. Өзінің айтқысы келетіні сол, бәлкім сол болды ма? Сен қайдан білесің? Может быть, оның өмірінде, жеке өмірде сонда, может быть, жігіт болған шығар. Мүмкін. Бірақ енді біз официально қараймыз ғой, Дина. Официально, жақсы.
бұл әнді шығарайын деп жатсың ба, мен осындай ерке деген әпкең болам деген сияқты. Одан кейін мен сол мезетте Америкаға кетейін деп жүрген едім негізі, неге сатып бастағаным әндерді. Мен оқуға кетейін деп жүрдім, жалпы музыкалық білімімді арттыру мақсатында, соған өзім жалпы қаражат жинап жатқам. Мен 2-ші курс па сондай оқимын. Ол кезде жалпы кім ерке хабарласқан кезде, сондықтан ол сатып алам деген кезде мен Америкаға жаңағыдай оқу мақсатында бағасын енді. сен өзің айтты ма, ол айтты ма? Ұмытып қалдым мен, шынымды айтсам. Мен өзім айттым ғой деймін. 300 мың теңге, иә? Жоқ. 300 мың деп көбейтіп айтып отырсыз десең. Қалай ойлайсыз? 200? 200? Кім? 200 қандай дейді? 2016 жыл, достар. Ай, бәрекелді. 250? 250, иә. 250 мың теңге. 2016 жыл, ол қанша? Маған енді 2-ші курс оқитын Диана үшін ол үлкен ақша емес па? Иә. Өйткені біреу официант болып жұмыс жасайды, біреу бірдеңе болып жұмыс жасайды. Мен өзім әйтеуір жаңағыдай қаражат табу мақсатында. Мен қазір 250 мыңды алып не істесем екен дедім ғой. Машина алсам беке. Америкаға барып яхтаны жалдаймын. Әрине, менің ойым сол ғой. Сондықтан да 250 мың мен үшін өте көп ақша болды сол кезде. Енді қазірде аз ақша емес. Клипті көрейік. 160 миллион просмотр жинаған клип. Ауыл менен қала, көше менен дала, сені іздедім мен, сені ғана. Ауыл менен қала, галактикада ма, тілеген іздемей табыла ма. Сен жоқсың, табылмадым сені, сен жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың, бар болсаң қайдасың, сен кімсің, жүрсің. Жоқ, Астанада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Ақтөбеде жоқ, Шымғалада. Осы әнді халық айтады ғой. Алматыда, Астанада. Не деген керемет сезім. Мен үшін, шын айтам. Мен енді басында, мен соған келіп тоқталайын деп тұрсыз ба? Жалпы қазір өте керемет. Мысалға, жас баладан барлығына дейін біледі бұл әнді. Қазақстанда бәрі біледі бұл әнді. Иә, ол менің деген жалпы менің идеям. Менің идеям бүкіл халыққа ұнап жатқандығы, мен ол сезімді айта алмаймын. Мен қазір түсініп жатырмын оны. Бірақ 20 жасар Диана, енді айтсақ, сол кезде мен әнді берген кезде 20-да 19-да болдым. Сөйтіп енді біз ерке екеумізде қырылып қалған кездерімізде болды. Мен әнді қызғанған кезімде болды. Неге бұл ән өзім айтсам хит болатын еді ғой деген кездерде болды. Өйткені бұл қайда әні менің тұңғышым. Яғни менің жазып, мынау сізге деп берген бірінші ән. Ана болады ғой, баласын, кішкентай баласын, әжесін қолына беріп жібереді ғой. Сол сияқты. Сондай бір сезім болды да. Сосын қашан сен бұл ойды жібердің? Білесіз ба, мен жалпы бастағанда әндер сатып, әндер жазып бастадым ғой. Кейін өзім әндер айтып бастадым. Осы әншілікке келген кезде мен бұл жолдың қандай жеңіл емес екенін, өзінің қиыншылығы мен қызықшылығы бар екендігін түсіндім. Және де енді қазір жасымда келді деген сияқты ой тоқтаттым. Сондықтан да қазір мен енді мүлдем басқаша қараймын бұл жаңағыдай. Және де рахмет айтамын. Менің білуімше, Еркенің басқа әндерінде жаздым. Еркенің, содан кейін қайдадан кейін біз біраз жұмыс жасадық. Осы жаңағыдай қазір ол кісі үйлі, бала шағалы, қазір ана болып атанып отыр ғой. Сол уақытқа дейін біз жұмыс жасап қырыламыз екеуміз. Енді жұмыс па бойынша. Қырыламыз, ол бірдеңе дейді, мен бірдеңе деймін. Ол менің әнім. Жоқ, ол мен айтам дейді. Ол енді жұмыс па бойынша. Бірақ мен бар ғой, Еркені өте қатты жақсы көрем. Өйткені
ол өте ізденіс үстіндегі сондай адам. Өйткені ол ізденбесе, сол студияға келмесе, жұмыс жасамаса, онда ол бұл әнді, қайда әнді естімеуші еді. Иә, бәлкім. Қалай ойлайсың, мысалы сен бұл әнді өзің жазсаң, осындай просмотр жинаушы еді ме? Жоқ. Себебі біріншіден ол кезде мен танымал емеспін. Жалпы бір әнмен баяғыда қазір Инстаграм арқылы хит болып кетуге мүмкіндік болса, қазір тиктокпен мысалы адам 5 миллиард просмотр жинады. Бұрында жүрек әнімен. Бұрында ондай қиын болатын. Біріншіден. Екіншіден, әркімнің бағына қарай, әркім өзінің әнін табады. Әркім өзінің жолын табады. Әркім, қалай айтсам екен, әркімнің бағы, что предназначено, дейді орысша. Сондықтан да, если мне так суждено, мен өз әнімді айтпаған болған болсам, ол сол арқылы мені қазір, мен сіздің қасыңызда отырғанымның бір бөлшегінің жаңағыдай, ол сол еркенің, қайданың, соның бір. Это моя история. Стив Джобс айтқандай, соединяют точки, я? Иә, әрине. Тарих қой. Тарих. Диана, сен Алматыға Үржардан көшіп келдің. Танымал композитор, танымал әнші болдың, я? Арманым орындалды деп айтуға дайынсың ба? Әрине. 100%. Бізде сен кішкентай фотом бар. Бұл Үржар. Сен бір жастасың, я? Бұл менің алғашқы суретім. Хатунокта жүріпсің, қып-қызыл. 6 айлық па, 7 айлық па? 6 айлық, да? Иә, қазіргіде енді туа салып фотоға түсіру жоқ қой? Иә. Қолымда гитара бар. Гитара? Иә, ойыншық гитара. Жаңадай. Сен жалғыз баласың, иә? Мен үйде жалғыз қызбын, баламын. Мені 6 жыл күткен, атанам долгожданный ребенок дейді ғой. Иә, менің бауырым жоқ, інім жоқ, мен өзім жалғыз. Сені еркелетіп өсірді, Мені өте еркелетіп өсірді, өсіріп те келе жатыр, атанам. Ата-анаңды сен Үржардан Алматыға көшірдің. Иә. Үй алдың. Иә. Керемет. Қазір сен өзің 28-десің, иә? 18-демін, иә. Мен тоже 18-демін, уже 2 рет 18-демін. Сіз 2 рет 18-десіз. Диана, әншілік болмаса, мысалы сен бизнеспен айналысасың ба? Жоқ, мен сату жаңағыдай, енді әнді 250 мыңға сатқам деген көріп тұрсыз ғой. Нормально тоже торг жасапсың ғой. Торг, скидкамен. Иә, біз командамен былай елестетіп көрдік. Мысалы, Диана Исмаил әншілік емес, мысалы, бизнесті қаласа көрейік. Мен өзіме қызық мысалы. Осындай деловая, корпуста жүретін, бизнес-коуч, ақша, калькулятор. Осылай ғой, ә? Бизнес-класс, бизнес-джет. В общем, шоу-бизнесте білмеймін, но той бизнесте ақша көп. Мен оны точно білемін, да? Еще ол жерде наличка көп. Қазір особенно, қазір каспи перевод жасамайды, наличка көп. Конверт. Иә, конверт. Шынымды айтсам, творчестволық адамға ақша және творчеством екеуін қатар байланыстыру қиынырақ. Сенің, творчествоң көбірек болады. Сіз байқайсыз ба, творчестволық адамдарда ақша аз болады? Жоқ, мен мысалы Тұрсынбекке қарайым, Қайратқа қарайым. Жоқ, шығармашылық адамдар болады ғой. Жоқ, жалпы айтып атқаным, екеуін қосындысы кішкене қиындау. Сондықтан да енді екеуін бірге алып жүру қалай болады екен ол? Енді мен шынымды айтсам, өте шығармашылық адаммын. Ақшамды жаңағыдай директорлар жалпы солар реттейді, бірақ мен кішкене ақшаға келгенде. Сен ақшаға қашан келесің? Айдың аяғында? Айдың аяғында шығар. Айдың аяғында сен так, менің айлығым қайда дейсің, иә? Иә. Сенде ИП, ТО бар ғой, иә? Бәрі бар. ИП ма, ТО ма? ТО да бар, ИП да бар. Сен, кстати, всеобщий декларацияны жаздың ба? Жаздым, өткіздім. Мен әлі жазған жоқпын. Звондап жатыр ғой, өткенде. Сіздерге де звондап атқан шығар. Иә. Декларацияға не жаздың? Декларацияда үй, көлік,
сөмкелер. Маған айтты, сөмкелерді тоже жазуға керек. солай ма? Да, еще оценка жасау керек. Мәссаған. Сахна, подиум бірдей, менің ойымша, иә? Біз Диана Исмаил модель ретінде елестетіп көрейік соны. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, I'm a... деп тұр ғой. Дианочка, енді сен сондай қара торы, шашын бұйра, шашын и так бұйра, қара торы, фигураң в принципе тура сондай. Жоқ, шынымды айтсам, жоқ күшті екен. Ұнай ма саған? Ұнайды, әрине ұнайды. Бірақ, қалай айтсам, мен фэшн, жалпы нелерді, жаңағыдай инстаграмнан болсын, фэшн кейбіреулер қарайды ғой. Подписка жасайсың? Иә, жоқ, мен жасамаймын. Жасамайсың? Жоқ, мен фэшннан кішкене бөлекпін. Негізі, адам өзінің, қалай айтсам екен, өзінің жалпы стиль деген, ол адамның ішкі дүниесі ғой. Иә. Сондықтан да солай киінген дұрыс санаймын. Менің стилистім олай ойламайды. Ол маған ұрсат. Күнде ұрсат. Сіз мынаны қалай кидіңіз? Мен айтым, жоқ, мен бұлай ананы алдым, бұлай алдым, сосын ойладым. Құрастыра салып дейді. Мен айтам, еще съемка болған жоқ қой, мен просто далаға шықтым деп. Киімді өзін аласың. Қалай таңдайсың? Шынды айтсам бар ғой, мен өзіме ыңғайлы дүниеге. Байқасаңыздар, мен көбінше костюмде жүрем. Иә. В пиджаках. Деловой стиль, бизнес-вумен сияқты. Иә, бәлкім. Кейде мен жалпы кроссовок киіп шығып келеді. Джинсымен. Жоқ, ал сахна, сахна. Мысалы, маған Қайрат Нұртастың костюмдері ұнайды. Жылтыр. Жылтыр, ол прям жылтыр көйлек болып тұрады. Но енді менің ойымша сахнаға нужно вот так выходить. Иә, бәлкім солай шығар, бірақ қазіргі таңда жылтыр кию, сіздер қалай ойлайсыздар жалпы? Маған жылтыр ұнамайды мысалға. Маған мысалға, сөзіңізді бөлейін, қазіргі жастар кроссовкамен шығады. Мен ойлаймын жалпы. Кроссовкамен қайда, сахнаға шығады? Сахнаға шығады. Мен сізге Дима Билан майкамен шыға салады. Ол сахнаға деген құрметтің жоқтығы емес. Ол стиль. Өзінің еркіндігі. Өзінің, мен ойлаймын, негіз бар ғой, концертке келген адам ән тыңдау керек деп ойлаймын негізі. Мысалы мен Бейонсты қарағанда, Бейонс нешеде қазір? Ол мысалы әдемі анау купальник сияқты тігеді ғой, боди. Сосын шашақтары, Сваровский, шоу. Екі поколенияның айтысы болып жатыр қазір. Негізі, осы отқанда бар ғой. Жоқ, шын айтам. Мысалға. Енді, Бейонс туралы айттыңыз ғой. Билли Эйлиш әлемдік хиттардың жалпы қазіргі трендте болып жүрген. Мен оны тыңдамаймын, кстати. Жарайды. Маған вообще ұнамайды. Өзіңізше, стилистпен жұмыс істейсіз? Мен енді жұмыс жасап бастап жатырмын. Байсами дейтін қазақстандық бренд бар. Солармен жұмыс жасап бастап жатырмын. Адия деген қыз бар. Енді жалпы енді дамып келе жатқан орта, яғни олардың жаңа көзқарастарын. Коллаборацияға дайынсың? Әрине. Супер. Диана, біз түсіндік, сенің ақшан бар, ақшан көп. Мысалы, сен ақшанды көбейткің келсе, онда сен Freedom брокерге бар, ал дәл қазір жарнама. Все знают, что в Казахстане огромные запасы полезных ископаемых. Смотрите, целая таблица Менделеева. Возможно, есть элементы, которые мир пока не открыл. И пока ученые и геологи не сделали этого, мир прочно стоит на нефти и газе. К чему я это говорю? В Казахстане есть национальная компания «Казмунайгаз». И это не просто крупнейшая нефтегазовая компания страны, но и наш шанс заработать. Только представьте, всего за год компания принесла инвесторам, которые купили ее акции, большие деньги. Не буду усложнять процентами, скажу лишь, что если бы вы вложили 1 000 000 тенге, то получили бы 1,5. И это всего за год. Так почему «Казмунайгаз» в топе? Потому что компания не стоит на месте. Их последний финансовый отчет внушает доверие. Доход растет, добыча на высоте.
Акции компании можно купить на фондовом рынке через Freedom Broker, надежного партнера в мире инвестиций. Приложение Freedom удобно как для начинающего инвестора, так и для продвинутого. И помните, это не инвестиционная рекомендация. Каждый инвестор покупает ценные бумаги под свою ответственность. Эфирде Late Night Show. Бүгін бізде қонақта танымал композитор, әнші Диана Исмаил. Диана, сен кавер-шоуда керемет кавер жасадың. Мен өзім бұл әнді жақсы көрем. Рахмет. Біз Тимур екеуміз даже өзіміздің клипімізді жазғанбыз. А. Бұл клип шыққанда, өйткені сондай хит болды ғой. Ұйқым келмейді. Махаббат маза бермейді. Давайте сол каверді көрейік. Хош бол деп айттың, тағы да бірдеңе дедің. Сен менен кеттің, кетсең де күнде көремін. Нәзік дауысы, я, Диананың? Ойлаймын көктен сүйікті жұлдызыма. Әлемді мақтап, бөлмеме кіргізіп алып. Кеттік бәріміз бірге! Диана бұл әндің тынысын ашты. Я? Бәлкім емес, өйткені әндерді кім орындайтыны маңызды екен. Жоқ, енді бұл негізі ұзақ отыратын әңгіме. Өзіміз шай ішіп, Біз ешқайда асықпайсыз ба? асықпаймыз, Онда. я. Жалпы бұл ән, мен енді бұндай бір хит болып кетеді деп ойлаған жоқпын, себебі бұны Алина деген оригинал нұсқасында білеміз. Алина деген қыз орындайды. Жалпы ол карантин уақыты болатын. Сосын Алина деген қыз хабарласады маған ән керек деп. Сөйтіп жаңағы әнді жазып берген әнді ұсынамыз. Оғанға дейін ешкім ұсынған кезде бұл Мадина әпкемізге, еркеге бәріне жібергенбіз. Ешкімге алмай қойды, сосын кейін жарайды деп. Алинаға бердік. Алина алды. Алина алды. Я. Мен Клип ойладым, жазды. ол кісі енді бір тойға екен деп ойлағам ғой негізі. Сөйтіп маған клип нұсқасын жібереді. Диан, мен клип түсірдім деп. Құтты болсын деп жаңағыдай құттықтадым да, енді қалай болады екен деп. Сосын кейін ертесіне... Қалай болды? Хит болды енді. Ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді. Ұйқым келмейді. Жоқ, қалай болады екен дегенде мен шынымды айтсам, оны ешкім Сен ойлаған жоқсың, я? Жоқ, ойлаған жоқ емеспін, мен ойладым. Мен ойладым, осы жерде ойладым, оны ешкім көрмейді деп. Той-думанға клип түсірілді ғой. Сол кезде мен ешкім көрмейтін шығар, ондай әнді. Жалпы әнді емес, жалпы осындай дұрыс емес кішкене жазылған тұстары бар ән болғаннан кейін ешкім қарамайтын шығар. Ондай көп қой негізі. Ондай тик-токта да жетеді ондай әндер. Көп. Содан кейін жаңағыдай мен ешкім көрмейді деп ойладым, бірақ барлығы көрген екен. Сондықтан жаңағыдай мен тик-токта ашсам, тик-токты бай. Ұйық, кел, қошпа, ұйық. Осылай ғой, осылай. Сен ойладың ба? Айтшы маған. Сен ойладың ба? Неге мен өзім айтпадым деп. Тағы да ма? Тоқайда, төзе берекім келмейді. Жоқ, мен олай ойлаған жоқпын негізі. Бірақ, қалай айтсам екен, мен 2 күн шынды айтсам, үйден шыққан жоқпын. Неге? Шын айтам, ол серьезно дейді ғой, жалпы. Себебі біз Рамазан Амантай деген жақсы білесіздер, актер, ақын.
екеуміз көшеде келе жатамыз, жалпы ойбай андай болып кетті, журналистер шақырады, Иә, иә, қалай болды мынау деп, сіз ана әнді жазған композиторсыз, мына әнді деп, енді жалпы Иә, сол иә. кезде қызық қой бәріне. Сон Рамазан екеуміздің сөзіміз бір жерден шықсын деп Иә. жаңағыдай бірге кездесеміз ғой. Консилиум. Иә, Иә. Ақын мен композитор. иә, жаңағыдай клипті көрейік, дебют Иә. жасаймыз деп екеуміз клипті көрдік. Сөйтіп көшеде жүрген кезде шын айтам, осылай көрсеткен адамдар болды. Жалпы күн жарық кезде мынау ана не емес па, жалпы ұйқым келмейді жазған бір-екі адамдар болды. Сондықтан екеуміз андай бір үйден шықпай қалып, не болды екен деп бар ғой. Иә, бұл тұңғиыққа бату емес, просто жалпы жай ғана өз-өзімізге бір неміз келді, күлкіміз келді, бір жағынан қалай болып кетті деп те ойландық, не болып кетті деп те ойландық. Бірақ анау әнді жазғанда сіздер олай ойлаған жоқсыңдар. Біз ойлаған жоқпыз олай. Да. Ал клип Ойлаған жоқпыз. клип шыққанда, ән шыққанда, ой, что-то мынау қалай болып кетті? Иә. Менің сөзім ба мынау? Иә, солай болды. Шынымен солай болды. Содан кейін реабилитация жасадың, иә? Содан кейін кавер-шоу деген бағдарлама шықты. Рахмет ол бағдарламаға. Сондықтан кавер айту керек те. Иә. Сонымен бірден осыны айтайын дедім. Әрине. Балаңды біреу жіберген кезде, енді ән деген мен үшін бала сияқты ғой, өзің ішіңнен шыққансың. Біреулер когда обижают дейді ғой. Соны бір қорғап алғым келді. Менде сондай бір ішкі, мен оны бір айтсам хит болып кетсін, тағы да ондай мақсат болған жоқ. Тек қана негізі осындай деп шығарған. Диана, пиарщиктер айтады, қара ақ пиар болмайды. Тек қана пиар болады. Иә, Динара. Өйткені мысалы адамдар бәрін ұмытты, бірақ ән қалды. Әнді бәріміз білеміз. Мысалы мен өзім бұл әнді естігенде тойда мен өзім ұйқым келмейді деп билеп кетем. Ұйқым келмейді. Ұйқым келмейді. Жақсы. Жалпы, мысалы сен композитор ретінде әнді жазғанда, сен әннің тағдырын ойлайсың, иә? Қалай болады? Или ойламайсың ба? Или ақша маңызды ма саған? Просто сразу скажи ақша. Какая разница, кто будет петь? Мы все меркантильные. Жоқ, негізі әрине ол тағдырына ойлайсың ғой, әрине. Әрине ойлайсың. Ол әнді кімге беріп жатқаныңды қарайсың. Мен негізі әндерді өзіме жазам. Негізі бүкіл әндер, Ерке орындап жүрсін, Қайрат орындап жүрген болсын, Төреғали орындап жүрген болсын, ол негізі өзіме арналып жазылған ән. Және де ол менің тағдырымдағы, ішімдегі эмоциялардан туындаған әндер. Бірақ кейде болады ғой, сол эмоция уже өтіп кетеді. Махаббат мысалға да, біреуге деген құштарлық сезімі. Менде ол басылды, мен сол әнмен шығарып тастадым. Және де сол әнді айтқым келмей қалды. Сөйтемде сонда распродажа, сейл студияға келесің, ән аламыз деп. Қалай ойлайсың? Алмас Кішкенбаевты білесің? Әрине. Алмас Кішкенбаев қандай әндерді орындау керек? Алмастың өзі орны бар, сондай сүйікті әншіміз. Оған меніңше бұрынғы жалпы бар ғой, мен ойлаймын, негізі қалай бастадың мысалға әнді. Тура солай? Сол бағытта алып жүру керек. Өмір бойы, иә? Өмір бойы болғанда әрине эксперименттер болады. Былайынан жалпы. Мысалға, мысал ретінде айтайыншы, Анна Асти. Анна Асти ол бізге құрбы ретінде образы, мод, семьянин. Хороший семьянин. То есть өзінің бір позициясы бар, да? Бір образда Образда, иә, ол соны сол төңіректе айналып жүреді. Сондықтан да Алмасаға енді білмеймін, сол баяғы күйінше сол әндерді жалғастыра беру керек сияқты. Неге сұрадыңыз бұл сұрақты? Өйткені менің ойымша осындай әншілер
Аха. әншілер мысалы енді скажем бұрында сен сондай танымал популярность болған әншілер мысалы жоғалып қалса, оларға енді сахнаға қайтуға қиын деп ойлаймын, иә. Бірақ қайтуға болады деп. Әрине. Ал Бейбіт Қорған ше, қалай ойлайсың? Бейбіт Қорған енді өзінің дейтін Иә. билері бар ғой. Шынары оттай жаным. Жалпы Бейбіт Қорған клубнякты алып келген адам ғой, жалпы біздің. Клубняк. Клубный жалпы осындай вайпты. Видимо, клубқа Әні. жиі барған ғой. Жалпы енді осының бір билері бар еді осындай. Иә. Мен сала алмаймын. Жоқ, ол резко. Қандай? Осылай, иә. Резко. Бейбіт сәлем. Осындай билері бар, сондықтан да осы стильде енді айтып тұрмын ғой, жалпы қалай басталды солай алып жүру керек сияқты. Себебі халық соған үйрене, соған. Жоқ, осындай әнді мысалы 60 жаста айтсан нормально? 70-те мысалы. Білмеймін енді. Жас өсе келе, білмеймін енді, 60-қа келіп махаббат туралы айтса бір түрлі шығар. Жалпы 50-ден кейін туған жер басталады. Иә, туған жер обычно, как обычно. Иә, туған жер басталады. Патриоттық сондай. Иә, дұрыс айтасыз. Иә. Сіз зерттегенсіз-ау. Әрине. Сосын кейін тағы 50-ден кейін өмір туралы әндер басталады. Өмір туралы. Өмірім өтті. Өмірім деген сияқты. Қайрану деген сияқты. Иә, Қайран иә. уақыт деген сияқты Иә. бір әндер болады өзі. Сондай әндер басталады. Қалай ойлайсың, вот бұл популярность келеді ғой, иә? Танымалдылық келеді. Проклятая популярность. Жұлдыз боласың, бәрі біледі сен, тойға шақырады, концерттерін sold out. Сол уақытты қалай созуға болады? Білмеймін, себебі әртіс болу, қалай айтсам екен, әнші болу оңай. Жалпы шыға салып, атың шықпаса жер өрте дейтін адамдар көп. Бір жылда, бір айда от болып, лаулап, шығып, одан кейін жоқ болып кететін әртістер де бар, өнерге қызығып жүрген адамдар да бар. Бірақ сол танымалдылық емес, жалпы сол өнерді, сол өнерге деген құрметті, шығармашылықты ұстап жүру өте қиын. Ол жаңа бизнестағыдай. Бір нәрсені ашуға оңай, ақша тауып аласың да жасаласың, бірақ ары қарата оны дамыту. Оған энергия керек. Сондықтан да дисциплина керек. Иә. Диана, білесің ба, бізде шоуда әртүрлі конкурстар бар. Қазір конкурстарымызды бастаймыз. Бірінші конкурс жануарды табу. Қорапта бізде әдемі, сондай сіз өзіңіз шуба киетін. Сіз өзіңіз ұстап көрдіңіз ба? Мен оны ұстап көрген жоқпын, бірақ ұстаймын қазір сенімен бірге. Сіз ұстайсыз ғой? Дианочка, кел мына жерге. Ұстаймын, әрине. Сіздер мені өйтіп шошытпаңыз. Демей маған қолдау көрсетіп отырыңыздар, себебі Диана, мына жерге кел. қазір бір Мына жерге кел. ауылда өскем. Иә. Соны қазір есіме түсіріп алайын жалпы. Себебі Ауылда әртүрлі жануар бар ғой. ауылда әртүрлі жануарлар бар. Иә, мысалы үйде тарақан болады, тышқан болады. Оның бәрін біз білеміз. Дианочка, ол сондай әдемі жануар. Өзі қорқып отыр. Не то, что сен. Так, Дианочка, қолыңды сал. Сіз менімен саласыз ба? Мен уже көріп қойдым ғой, мен қорықпаймын просто. Жоқ, мен не істеуім керексің? Сен қолыңды былай саласың, айтасың қандай жануар. Боже. Давай. Андай бір мысық сияқты екен несі андай. Мысыққа ұқсайды, иә? Иә, мысыққа ұқсайды жаңағындай. Бәлкім кім? Давай, қолыңды сал. Вау. Жүндері бар екен мынандай. Жүндері бар. Ақ сияқты ма? Ақ, иә. Ақ. Қоян. Ақала сен түсін біліп қойдың, ақ сияқты. Сен негізі сіз маған жазылсаңызшы. Мен сондай қабілетім бар дейді. Да, давай. Так, көзіңді ашпа. Хорошо. Келесі жануар. Келесі жануар. Негізі бар ғой, басы бар ғой, осылай андай жеңілден басталып, қиындатылатын сияқты. Иә, әрине. Мен оны да біліп болып тұрмын мысалға да. Да.
көзім жабық болса да соны біліп тұрмын. Үлкен бірдеңе келді ғой. Так. Дианочка, қолыңды сал. Ол сені Динара, сіз неге істеп алмайды. адам аямайсыз да? Не деген сондайсыз сіз? Бізде шоуда біз ешкімді аямаймыз, өзімді даже анау жұмыртқаны жарғанда, знаешь, басымыз. Дианочка, қорықпа. Динара! Да. Мен сізге келмеймін десек. Дианочка, ол қорқынышты емес. Ол, во-первых, домашний. Домашний ма? Домашний, я. Домашний. Әр қазақтың үйінде бар. Да? Әр қазақтың үйінде бар, я. Сіз маған поддержка болып тұрсыз. Поддержка, да, давай, поддержка, поддержка. Да, поддержка. Давай. Қолды сал. Мама, қойыңдаршы енді шлей үйтпей. Дианочка, давай, не переживай. Так, жылан ба? Жоқ, почему жылан? Білмеймін. Сен точно Білмеймін бар ғой, сіздер енді. үшінші көзім бар. Дианочка, давай. Уф. Қолыңды мына жерге сал. Қорқпа. Так, бірінші қатарда отырған фолловерлар, пожалуйста. Пожалуйста. Дианочка. 1, 2, 3, поехали. Анда барам дегенің қайда? Мұнда барам дегенің қайда? Дианочка, Жай ғана өлең айтасың дегенің қайда? Я. Дианочка, бізде тағы 2 жануар бар, так что давай. Поторопимся. Так, Давай, подождите. мен же ставим, давай. Сіздер не қылмаңыздар үйт. Неге үйттің? Қай жерге салам? Мына жерге сал. Қорқпа, сал. Давай, дальше. Заходи, давай. Дальше. Вниз. Давай. Ниже. Оу! Бұл не? Бұл не? Бұл не? Бұл! Бұл? Бұл қыз туған жерден. Қазір. Бұл қалай ойлайсың? Бұл деген бір кішкентай жәндік сияқты. Давай, аш, Жылан сияқты. жылан сияқты. Көзіңді аш, қарай ғой. Көзіңді ашсам бола ма? Аш, қарай ғой. Қаз. Қай Иә. жерде? Мына жерде. Үйдің жыланы ғой. Көзіңді. Моральный ущерб сұрайын деп тұрмын мен. Нелерім Келесі. андай не істеп Сондай қалыптырмын әдемі, сондай күшті, милашка өзі. Милашка, такой шлочки. Динар, Үйде, сіздің бізде үйде, вкусыңыз кстати, негізі- бар осындай. Сізде үйде Иә, бар ма? бізде үйде бар. Бізде мысық бар и осындай бар. Жануар. Еще- Крыса? Мен үйде крыса ұстамаймын, если что. Ой, бір. Қазір қай жерге салу керек? Да, мына жерге. Және де соны Да. ана битті ғой. Не, Бір щетка сияқты. щетка. Ол щетка емес. Давай тағы да. Ол настоящий Андай. жануар. Андай қолыма Давай. белочка, что ли, или? Давай. Лиза? Ол сенен қорқып отыр, сен одан қорқып отырсың. Енді қайтеміз енді. Иә. Білмеймін. Андай, не деп айтатын еді ондайда? Иә. Иә, сол ғой. Иә. Не ғой? Ол Иә. теңіз, Теңіз, шошқа. Теңіз, шошқа. Теңіз, шошқасы. Мен көзімді ашып көрсем бола ма? Аш, әрине. Негізі мен бірінші рет көрейін деп тұрмын Да, бұл теңіз теңіз. шошқаны. Теңіз шошқасы, әдемі, көзі қып-қызыл. Бізде тоже, кстати, үйде тұрады морская свинка, бірақ кішкентай онда. Мен тірідей бірінші рет көріп тұрмын. Да? Сіз маған зоопарк болып тұрсыз. Бірақ мынау крыса емес қой. Бесплатный ше? Қандай? Бізде, біздің шоуымызда контактный зоопарк. Сен енді демал, салқын макси шайды іш, ал дәл қазір жарнамаға шығамыз. Пацаны, французы. Бой. Тимур, ты что сделаешь? А ты что, не слышал, что ли, про новый алматинский тренд? Пьешь напиток на улице целый день, и удача к тебе лицом поворачивается. Не слышала.
Ой, Тимур, не знаю насчет алматинских трендов, но астанинский тренд знаешь какой? Какой? Пьешь макси-чай, работаешь, и удача всегда будет на твоей стороне. Поэтому поехали, работаем. Ладно, поработаем. Эфирде Late Night Show бүгін бізде қонақта танымал әнші, композитор Диана Исмаил. Дианочка, сенде құпияң бар ма? әр адамда құпия бар ғой. Әрине. Сырынды аша бермейтін адамға ұқсайсың. Ұқсайын ба? Иә. Құрбыларың көп пе? Шынымды айтсам, араласатын ортам өте көп. Енді қалай айтсам екен, өнер ортасы бар, өзімнің оқыған ортам бар, бірақ енді араласатын шынымен достарым аздау. Аздау. Сырынды айтатын құрбыларың бар ма? Әрине. Шоу-бизнесте. Шоу-бизнесте жоқ. Мен енді жалпы айтқанда, шоу-бизнеске енді 40 жылдық опытпен салыстырған кезде енді келдім ғой. Иә. Сондықтан да менің жасымдағы әншілер барлығы менен қайда үлкен. Бірақ Ғазизхан деген досым бар. Ғазизханды білеміз, иә. Иә, сол Ғазизханмен бөлісетінім бар арасында. Иә. Айтпақшы, Ғазизхан әдемі әнді жазды. Кездесер әнін Ғазизхан жазды ғой. Иә, кездесер әні негізі Ғазизханның әні өзі шығарған. Сіз тыңдадыңыз ба? Тыңданым, бірақ бұл әнді мен сен үшін білдім. Өйткені сенің каверін шықты. Менің жаңағыдай айтуымда. Иә, кавер болды ғой, иә? Ол кавер ғой. Маған ұнады. Я влюбилась в эту песню. Рахмет. Негізі ол Ғазизханның әні өзі жазған. Сондықтан мен Инстаграмда көріп қалдым. Мен негізі ән жазып отырдым да, студияда. Сосын шаршадым. Инстаграмға кіріп, қарап, жаңағыдай бір кішкене серпілейін деген мақсатта қарасам, жанымда емдейтін адамым кездесер деген сөз тұрды. Не деген әдемі сөз. Және де менің бір ішкі дүниеме еліктете қалды да. Қазір тұршы дедім да, бірақ ол жылдам екен. Мүмкін тыңдаған шығарсыздар. Жанымда емдейтін адам кездесер. Осындай жылдамда, сосын мен ойладым, мүмкін бұны мынандай нұсқада жасап көрейінші деп. Ол мен шығару мақсатында жасаған жоқпын, ол өзім тыңдап жүремін. Иә. Машинада қосып, жалпы. Өзімнің аранжировкамды жасадым. Иә, сөйтіп жаңағы фортепианомен ақырын баяу айтып бастадым. Сөйтіп Ғазизға жібердім. Именно кусок припева. Ғазизға ұнады. Мынаны айтқансың, толықтай айтсайшы дейді да маған. Не үшін тек қана қайырмасын айтып жатсың деп. Сондықтан дос ретінде, иә? Иә. Сөйтіп мен толық нұсқасын шығардым. Тиктокқа салып едім, кәдімгідей залетела. Ол ойға қосылатын адамдар көп екен. Өзінің теңін іздеп жүрген, теңін табу оңай ғой, үйлену оңай ғой, бірақ жанын емдейтін, түсінетін адамды іздейтін адамдар көп екен. Сондықтан да солардың жүрегіне де жеткен болар бұл ән. Солай шыққан ән. Қарапайым студияда жазып, бұл арнайы бір хит болсын, мынау ән өте ма деген сияқты ондай бір не болған жоқ менің тарапымнан. Бұл әнді Ғазизхан айтады, және сен айтасың, иә? Иә. Ғазизхан бұл әнді саған сыйлады, иә? Иә, енді қазір солай айтса болады. Ой, қандай керемет дос, иә? Мен қыздар версиясын айтам, ол жігіттерге арнап жаңағыдай жігіттердің версиясын айтады. Солай? Енді бренді бөлісіп Дианочка, отырмыз. бізде келесі конкурс «Я жоқ». Мына карточкаларды аласың. Сұрақтарымыз сондай қиын болады. Бұрынғы жігіттеріне түнгі СМС жаздым ба? Жоқ? Ешқашан?
жоқ Ха, жоқ сіз онда? айтып тұрсыз ғой бұрынғы жігіттерге Иә. смс жаздың ба Иә. яғни бұрынғы бұрынғыларға жазбайсың. енді ол мен шынымды айтсам бітті ма Бітті. осы мен сияқты адамдар бар ма негізі бірақ негізі қыздар андай бір мен кейде сондай болғым келеді жылап бір андай болады ғой жазып алып ербол ты вообще дейтін болады ғой сен Ал- не деген сондайсың дейтін жоқ Ганочка, менің Ал саған Иә. жігіттерің, бұрынғы жігіттерің жаза ма қазір? Рас айт. жазады шынымды айтайын жазады иә Не деп жазады? Дианочка, сәлем, қалайсың деп. иә әнің құтты болсын М. әнің құтты болсын күшті ән екен деп жазып тұрады бір реакция қалдырып тұрады Свиданияға шақыра ма? жоқ мен тілдеспегеннен кейін ары қарата олар ары қарата жасай алмайды Шоу-бизнесте мхм. әдемі Мгм. жігіттер да өте көп. Анау күні бізде Турар болды. Мхм. Турардың жүрегі бос. бос па екен Бос, білдіңіз иә. ғой Әміре мысалы, әміре менің группаласым тем более, ол менің досым тем более. ернар біз бірге оқыдық Иә. тұрар барлығымыз жақсы таныспыз жақсы творчестволық байланыстамыз сондықтан да білмеймін меніңше тағы қандай варианттар бар сізде Менде варианттар енді біз дайындаған жоқпыз, кстати, варианттарды. Но неге сенің жүрегің бос? неге сен оны солай ойлайсың неге негізі қазір бос шынымен де неге десеңіз білмеймін бәлкім бүкіл шығармашылыққа бет бұрып жатқан болармын қазір бүкіл энергиямды Ал жалпы саған қандай жігіттер ұнайды? маған негізі бірінші ол адамның интеллигенттігі ұнайды маған өте жалпы жігітте болсын жалпы адаммен жалпы дос мақсатында болсын өзімнің ортамда өте мен интеллигентті деген мағына ол жаңағыда вилком жаңағы бүйтіп кесіп отыратын айтып жатқан жоқпын ішкі Ішкі Яғни дүние, ішкі қалай дүние. өзін ұстайды, иә? иә қай жерде қандай әңгіме айтылу керектігін білсе ер адам сенің жаңағыдай жеке личные границы Личные границы. мен де бір көмек алайыншы залдан Жеке граница. жеке шекараңды сыйлайтын жігіт болса Иә. Ондай жігіттер көп қой? ондай жігіттер көп иә Иә. қай жерде бірақ Мен өзім білмеймін. жоқ қазір Мен білмеймін, бірақ менің ойымша дәл қазір олар бізді қарап отыр деп иә ойлаймын. сондықтан да Диананың жүрегі бос. Диана, келесі сұрақ. Отельден әртүрлі заттарды алып кеткен кездерің болды ма? отельден Отельден тәпішке, сосын анау посуда, халат, полотенце, орамал, салфетка. жоқ мен шынымды айтсам ондай болған жоқ Ешқашан тәпішке. зубная паста ладно ладно ол да Зубная паста алып кетеміз. алып кетеміз Иә, и зубная щетка. иә ол екеуі қатар тұрады ғой Иә. ертең маған керек қой ол Иә. Тәпішке ше. тәпішке де бар иә Өйткені маған келген қонақтар бәрі айтады. Тәпішке әрине. біз әрине енді- бірақ ертең біз үйге қонақтар келсе бересің деген сияқты ғой әртүрлі мына жер Әртүрлі мына Риксас, жерде. Мэриот, Сант-Риджес, Ритц Карлтон. да Айтпақшы, Калифорния екеуінің директорыңыз бір адам, иә? иә Райдер мықты. Сип, вип, бизнес-класс, 5 жұлдыз, отель, кім шығарып салады, кім күтіп алады. негізі Калифорния қанай мен және тағы басқа артистер бір командамен жұмыс жасаймыз K Music Entertainment Иә. мен жаңадан қосылдым ол компанияға жалғыз қыз болып мен творчестволық жағын алып жүрсем сахнаға шығам әндерін жазам енді маған оңай емес қой ән жазам өзім айтам кейде сөзін жазам Сахнаға шығам. аранжировка жазам Иә. айтпақшы мен аранжировка жазам О, супер.
сахнаға шығамын. Сондықтан барлығын алып жүру оңай емес. иә. Менеджмент жағын сол жігіттер жасайды. Және де Административный жұмысын, иә, иә? Ал болды. продюсер бар ма? Бар. Кім ол? Продюсер, жалпы енді қалай продюсер дегенде біз өте жақсы араласып жүрген менің құрбым бір шетінен Жұлдыз деген өте керемет. Жұлдыз Керемет. бізбен Жан. бірге бүгін Жұлдызды көрсетейік. Иә. Бұл мен сіздерге айтсам, продюсер деген зат болғанда шығармашылық қарым-қатынас. Контракт бар ма сіздерде? Душевный. Душевный. Келесі сұрақ. Өзінің концертіне кешіккен кездерін болды ма? Мен үлкен қып шығаруға бола ма? Әрине. Пунктуальный адам емессің. Шынымды айтсам бар ғой. Мен кешігу жағынан енді өте бірінші орын алам. Концертке кешігіп қалам, съемкаға кешігіп қалам. 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат. Келмей қалуым да мүмкін. О май гад. Жоқ, енді ол шынымен де. Жоқ, мен оны жалпы қалай айтсам екен, признаю дейді ғой. Иә. Мойындаймын, мен оны мойындаймын. Мойындайсың. Мен оны мойындаймын, яғни ол менің қателігім. Ал неге сен кешігесің? Мен қалай айтсам екен? Ұйықтап қаласың ба? Жоқ, былай. Негізі мен білем, ол мысалы 5-те бару керек болады. Мен 5-ке 5 минут қалғанда шығамын ол жерге. Неге дейсіз ғой? Өйткені мен ауылда өскем. Ауылда бәрі Мен жақын. үшін 5 минут деген 5 минут. Шын айтам. Алматыда 5 минуттың ішінде сен Жоқ, шынымен. просто подъезден Мен шығасың. 5 минутта мен мектепке жететінмін. Иә. Жаяу. Сондықтан да бәлкім уақытқа деген көзқарасты ауыстыру керек сияқты. Өйткені мен 5 минут бар ғой әлі деп. Бірақ концертке қалай? Концертке кешіп келген кездерім болды. Бірақ сахнаға шығасың. артынан Соңғы қылып әйтеуір шығарып жіберетін кездер Иә. болды. Бірақ мен бұны түзетуге келе жатырмын. Енді Иә. әркімнің несі болады ғой өзі, Ал минустары. келмей қалған кездерің болды ма? Болды. Ол қалай солай? Басқа қала? Жоқ. Мен барғым келмей қалады. Мысалы, түсірілімдерге мен барғым келмей қалады, бірақ алдын ала ол ескертіледі. Иә. Ескертіледі. Келе алмаймын деп. Бірақ тақалған уақытта. Жоқ, енді ол менің шынымды айтсам, енді бір минустарымның бірі. Бірақ онымен жұмыс жасауға тырысып келе жатырмын. Дегенмен де ондай жалпы болды. Өсек айтқанды жақсы көресің бе? Смотря қандай өсек. Кім туралы? Карточка. Енді әрине. Әрине. Да, әрине деген жазып қою керек сияқты. Иә. Жоқ, Әрине. деген ше, андай. Бүйтіп көрсетеді. Прям отырасың, семішке шағып, шай ішіп, Құрбылармен әрине ол өсек болғанда біреу талқылайсың. Анау тиктокта айтады ғой, мен біреуді өсектемеймін дейді. Біреудің қателігін я уже начала разбираться психологически, почему он так делает. Разбор. Біз анау психолог болып кетеміз құрбылар. Қазір бәрі сондай ғой. Дианочка, ал өзің туралы өсек естігенде қандай сезім болады? Мына айтады ғой, негізі әркімге, менен лайфхак болсын. Әркімге өзің туралы әртүрлі информация айт дейді. Екеуі бірге кезіккенде қырылып қалсын дейді ғой. Анау мынандай дейді да, жоқ, олай деп айтқан жоқ, ол былай деп айтқан деп ше. Сол сияқты енді қызық болсын деп өмірді сөйтіп айту керек сияқты. Бірақ мен өзіме келген кезде саған мысал айтама, біз осындай өсек естідік, ол рас па, рас емес па деп. Иә. Сосын сен не дейсің? Негізі көп мән бермеймін. Енді оның бәріне мән беріп отырсаң қалай болады ол? Негізі бар ғой, ренжисің ба? Жоқ, ренжімеймін. Ренжімейсің. Қуанасың ба? Қуанам. Вау, өсек келді деп. Неге дейсіңіздер? Адамды өсек десе бар ғой, адам
тірі деген мағынаны білдіреді. Сіздерді ешкім өсектемейді. Мысалға, сіз бай, қуатты, дәулетті болсаңыз, өте вышка дейді ғой, сондай болса, сіздің атыңыздан міндетті түрде өсек жүреді. Ал сіз ешкімге керексіз болсаңыз, сіздің артыңыздан өсек жүрмейді. Дианочка, жаңа заманауи гаджеттерді, AirPods, iPhone'дарды қайдан аласың? Мен AirPodsқа қызықпаймын. Қызықпайсың. Қызықсан, On Charge деген дүкен бар. Сол жерге барып, обязательно сол жерден сатып ал. Ал дәл қазір жарнама. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас? А вы телефон ремонтируете? Боже мой! Что с ним произошло? Ну, вначале я его уронил, потом наступил, и нечаянно машина проехалась. Я смотрю, вы совершенно неаккуратный человек, но вы знаете, мы даже такое чиним. Мне главное фотографии восстановить. Восстановите? Конечно. Только не смотрите, пожалуйста, хорошо? Держите свой телефон. Так, быстро? Конечно. Так, постойте, я же вам 8-й iPhone давал, это 6-й. Ну, зато рабочий. А фотографии? Фотографии мы вам распечатали. Только никому не показывайте. Спасибо. До свидания. Эфирде Late Night Show, бүгін бізде қонақта Диана Исмаил. Дианочка, сен тамақ пісіргенді ұнатасың ба? Ұнатам, Ұнатасың. бірақ пісірмеймін. Ұнату бөлек, пісіру бөлек. Бірақ сенде фирменный тамақ бар ма? Фирменный, Иә, фирмалық. Фирмалық тамақ ол менде манты. Вау, сен прям анау өзің Өзім кесесің. кесіп, кәдімгідей Елеп, оны полуфабрикат емес. жоқ. Өзім жасаймын бәрі. Өзі жасайсың. Күнде жасайсың ба тамақ? Күнде жасаймын. Жоқ, шынымен де мен тамақ жасауды ұнатамын, бірақ күнде жасауға қол тимейді. Иә. А, Завтракты өзің жасайсың. Мен завтракты да жасамаймын. Завтракты ішпейсің ба? Завтрак ішемін, бірақ мен барлық... Қандай завтракты онда ішесің сен? Мен, қалай айтсам, кейде протеин ішем. Иә, Сондай кейде ПП. спорттық тағам. Спорттық Иә, тағам. спорттық тағам. Таңғы астан кейін, сосын сен протеин ішесің, сосын жүгіресің, да? Иә, жүгіргенде жүруге тырысам деген сияқты заттар. Керемет. Бірақ енді күнде үйден тамақтануға кейде қол тимейді. Көбінше қол тимейді. Холодильникте бірдеме бар ма сенде? Холодильникте бар. Тағам бар. Тағам бар. Творог, қаймақ, Иә, сондай заттар бар. сүт. Иә, ет бар ауылдан келген. Диана, соңғы конкурс. 1 минуттың ішінде бургерді жеп қою керек. 1 минуттың ішінде. Менімен жарысасың. Онда. Мен Сөйтіп как раз айтсаңызшы. таңғы асты ішкен жоқпын, обед ішкен жоқпын. Как раз маған жақсы. Жаңа ғана дайындалған бургер. Бізде LED экранда таймер болады. Перчатканы киік. Перчатканы киімайық. Перчатканы киік. Бізде бұл конкурс бірінші рет өтіп жатыр. Ешқашан болған жоқ. Сіздердің конкурстарыңыз. Ал, дайынсыздар ма, достар? Таймерді LED экранға қосайық. Мәссаған. Все, поехали!
көшеге жұмыртқа жардық. ана конкурс берерде Біз оны даже тест тексермейміз. етіп не істеу керек сияқты Жоқ, ол менің ұжымым ғой. Давайте сондай мен айтам, жақсы. Мен ойлаған жоқпын, осындай қиын. 2 бургерді алайық. Диана, сен тамақты тез шеткенсің, иә? қойыңыз бірдей ғой. Бірдей емес, сенікі көбірек. Да, смотри, сен прям мына жерден істеп алдың, и мына жерден істеп алдың. Диана жеңді. Молодец. Керемет. Диана, енді біз сені әнсіз жібермейміз. Кездесер әнді сұраймыз. Саған көп рахмет. Әдемі сұхбат үшін, келген үшін. Біз сені сыйлаймыз, жақсы көреміз. Рахмет. И накормили, и напоили дейді ма? Да, Тамақты да да. берді, ойнатты да. Иә, Әнді де айтқызайын деп жатыр, барлығын жалпы. иә, бәрі бар бізде. Зоо да бар. Да. Сондықтан да сіздерге шақыртуларыңызға үлкен рахмет. Рахмет. Творчестволық табыс сіздерге. Рахмет, рахмет. Диана Исмаил. кейде өзімді ойламай басқа жанды шын бақытты қыламын бәлкім бақытсыз кейде өзімді ойламай кейбір жанды шын қуантып аламын бәлкім айтам кімге уақыт текке кетті кімге аз кімге қатты өкпеледім кімге мәз үмітім үзілмесінші жақын таңдарда жанымды емдейтін адам кездесер қатемді көрмейтін адам кездесер әніммен тербейтін адамым кездесер бір күні барымды теңдейтін адамым кездесер өткенді жерлейтін адамым кездесер ауырлық сезбейтін адамым кездесер бір күні мен өзіңді ойламай кей сәтте тура жол табуға асықтым